Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Мен бүгін қатпарлы самса пісірейін деп жатырмын. Қатпарлы самсаның қамырын жасаймын және самса пісірем. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Мен өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Міне осындай қатпарлы самса шығады. Ол үшін мен 700 грамм ұн алдым. Ұнды алдын ала елеп қойғандарыңыз дұрыс. Енді бұл ұнды кішкене біразғантай бір 50 граммдай, 100 граммдай мен жаңа қамыр елегенде арасына қосатын ұнымды бөлек алып қалам. Және мен 400 граммдай су алдым. Бір шай қасық тұз, бір жұмыртқа, 2 ас қасық өсімдік майын алып, соның бәрін қосып, осы қамыр елеп алатын болам. Судың да бір азғантай, бір 50 граммдайын алып қалдым. Қазір қажетінше жұмыс барысында қажет болған уақытта пайдаланатын боламын. Міне осы ең бірінші қасықтың көмегіменен бір келкі ұн менен суды араластырып алғаннан кейін қолымыздың көмегіне жүгінеміз әрине. Одан кейін жақсылап асқа нан ысқандай етіп нан басамыз, қамыр басамыз. Қамырымыз өте қатты да болып кетпеу керек, өте бос та болмау керек. Орташа деңгейде болса жеткілікті. Міне енді мен столдың үстіне жақсылап тұрып, ең қандырып қамыр басып алатын боламын. Ол қамырымды міне осындай қылып елеп алдым. Енді мен оны тындырып қоям. Міне менде осындай ұн қалды әлі, және судан да біразғантай су қалды. Енді мен оның арасына жағу үшін осындай өзімнің қолдан жасаған табиғи майым. Менің арнамда бұл майдың жасалу жолы бар. Жылқының майы, қаздың майы, сиырдың, қойдың майының бәрін араластырып жасаған табиғи май. Мен бұдан 150 граммдай алдым, бірақ ол көп деп есептеп отырмын. Қазір көреміз қанша кететінін. Міне 2 нанды басып аламыз. Енді сосын оны жақсылап тұрып қамыр жайып аламыз. Асқа жайғандай етіп жаямыз. Өте жұқартып жүрмесеңіздер де болады. Онша жұқартудың қажеті жоқ. Енді осылай асқа елегендей қылып нанымызды ысып аламыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп алсаңыздар деген өтінішім бар. Менің арнамнан сіз өзіңізге қажетті деген рецепттердің бәрін таба аласыз деген ойдамын. Заманауи тағамдардың да пісіру әдістері, ұлттық тағамдардың да пісіру әдістері барлығы да бар. Түрлі заманауи салаттар бар. Міне мен бір нанымды ысып қойдым. Оны мен екінші жерге жайып қойдым. Қазір екінші нанымды ысып алатын боламын. Содан кейін барып бір жола арасына майымызды жағамыз. Міне мен 2 нанымда осылай әзір болды. Енді мен ертіп алған майымды осы наныма жағатын боламын. Менде осы 150 грамм майым осындай болып еріді. Енді барынша осы майды жақсылап қолымызбен сіңдіріп жағуға тырысамыз. Негізінде табиғи майдың аты табиғи май. Біздер көбіне енді бұл май болмаған кезде біздер 82% жаңағы дүкеннің майын аламызға. Ол қанша дегенмен қоспасы бар май. Сондықтан ол май көп кетеді. Ал бұл май табиғи май болғандықтан бұл енді өте сапалы түрде пайдалануға болады. Міне мен 2 нанды бірінің үстіне бірін жапсырдым. Менде осындай май қалды. Сонда егер табиғи май мен жасайтын болсаңыздар, 150 грамм емес, 100 грамм майдың өзі де жеткілікті болып қалады екен. Міне енді осылайша біз жаңағы
нанымызды жақсылап тұрып, домалақтап, бір келкі етіп, текстеп, өстіп борап аламыз. Өте мен қатты нетіп атқан жоқпын, тек екі шетін ғана тартыңқырап, бірдей қылуға тырысып жатырмын. Міне болды, мен енді оның үстін кішкене осылай тек онша салмақ салмай кішкене басып алдым. Енді бұны мен мұздатқышқа бір жарты сағатқа қойып алам. Содан кейін қазір самсамызды пісіретін боламыз. Міне жарты сағат өтті. Мұздатқышта тым жақсы қатқан екен. Енді мен тек бір ғана бөлегін ғана, бір шайға ғана пісіріп алам, қалғанын қайттан салып қоям. Міне менің қамырымның ішкі көрінісі осындай болды. Міне осындай бөліктерге бөліп алып, содан кейін қазір самса жасайтын боламыз. Менде 8 бөлік шықты. Енді осылардан жақсылап тұрып, домалақтап, оқтаудың көмегімен жазып аламыз да. Содан кейін осындай қатпарының бәрі көрініп тұр, байқасаңыз. Енді менде әзір тұрған фарш бұл. Со әзір тұрған фаршымды шай қасықты толтырып тұрып салдым, және оны домалақты екіге бөктеп, міне көріп тұрсаңыздар, шетін жұқалап, екі шетін жұқалап басып алдым, және осындай қылып өріп жатырмын. Самсаның өрілуі менің арнамда бар, қарауларыңызға болады. Самсаның өрудің ешқандай да қиындығы жоқ. Ол үшін жаңағы екі жапсырып өретін жерін өте жұқа қылып істеп аласыздар қолыңыздың көмегімен. Сосын шетін басып, тағы да шыққан жерінен тағы да қайырып басып, тағы да қайырып басып, осындай әп-әдемі қылып өріп аласыздар. Оның ешқандай да қиындығы жоқ. Бір-екі рет қиын болуы мүмкін, содан кейін қолдарыңыздың өзі үйреніп кетеді. Міне мен қайта шетін жұқартып жатырмын. Жұқартсаңыз осындай өте әдемі болып шығады. Енді қыздар, мен тағы да бір пайдалы кеңес айта кетейін. Пергамент қағазы менің қолымдағы бұл многоразовый, көп пайдаланатын. Бұны мен әлсін жуып ала берем. Сосын осылай пайдалана берем. Өйткені пергамент қағазы бітіп қалады да, осындай бір қажет уақытында дүкенге шабуға тура келеді. Бітіп қалғанын байқамай қаласың деген сияқты. Бұл өте бір оңай тәсіл екен. Мен бұны базардан уақыт сататын жерлерден алдым. Сосын біреуінің өзі екі табама жетті менің. Және бұны мен әлсін жуып ала берем. Өзі май сіңіп, керемет болып тұрады екен. Ыдыс-аяқ жуатын сымменен, сабынменен жақсылап жуып алам. Міне менің самсаларым осындай болып пісті. 180 градуста 30-35 минут қылып пісіріп алдым. Енді міне ішін ашып көрейік. Өте ыссы. Мен енді шыдай алмай ашайын деп жатырмын. Қолым күйіп баратыр. Міне осындай болып пісті. Енді қатпарын көрсеңіздер, бәрі ашылып, қатпары өте әдемі болып көрініп тұр. Міне құрметті менің көрермендерім, осымен мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.